келеді. Кішкентай ханзада. Авторы Антуан де Сент-Экзюпери. Кішкентай ханзада автордың ең танымал аллегориялық шығармасы. Кішкентай ханзада шығармасы алғаш рет 1943 жылы 6 сәуір Нью-Йорк қаласында басылып шықты. Бұл кітаптағы суреттердің барлығын автордың өзі салған. Жанры қиял ғажайып ертегісі. Ертегінің басты кейіпкері кішкентай ханзада. Кішкентай ханзаданың қаша мазмұнында махаббат, достық, бірге өмір сүру, адами құндылықтар сипатталады. Кішкентай ханзада географтың сөзіне құлақ салып, планеталардағы қызықты кейіпкерлерді кездестіреді. Кішкентай ханзада жерге келмес бұрын бірнеше планеталарды аралады. Өзін мақтанғанды ұнататын атаққұмарды да кездестірді. Әлемде барлық жұлдыздар өзінікі деп есептейтін сол жұлдыздарды күнде санап отыратын адамды да жолықтырады. Шырақшыны кездестіреді. Шырақшы өз жұмысына адал болады. Бірақ ол жұмысынан шаршап, ұйқыны армандап жүреді екен. Өз жолында жыланды шөл далада, яғни Африкада кездестіреді. Түлкі ханзадаға өзін қолға үйретуін сұрайды. Оның суы 8 күнге жетерлік болғаны. Суы біткенде жақын маңнан құдық іздей бастайды. Кішкентай ханзада да қошақанның суретін салып беруді сұрайды. Ол өте мейірімді, ақкөңіл, ерке, ақылды, аңқау және жанашыр болған. Гүлге деген мейірімі мен қамқорлығы шексіз болған. Ол жан-жағындағы болып жатқанды білгісі келген. Өзіне адал дос іздеген. Ал балалар, осы шығармадан өздеріңізге не түйдіңіздер? Адам ешқашан берілмеу керек. Жалқаулық адамдарды құртатын. Адам мақсатына жете білу керек. Адал дос болу керек. Мақтаншақ болмауды. Балалар, өзгелерге осы шығарманы оқуға кеңес берер ме едіңіздер? Иә!